Ертеде Қарақыпшақ елінде Тоқтарбай деген атақты бай болыпты. Оның байлығында есеп жоқ, бірақ жалғыз арманы перзент сүю еді. Ол күн сайын биік төбеге шығып, ұлы жаратушыдан бір ғана тілек сұрады: ел қорғар ер бала болса деп. Тоқтарбай тілегін жалбарынып сұраған сайын жүрегінде үміт күшейе берді. Көп ұзамай Алланың нұры түсті. Тоқтарбайдың шаңырағында бір ұл, бір қыз дүниеге келді. Сол сәттен бастап елде шаттық пен қуаныш орнады. Бұл баланың есімін Қобыланды, қыздың атын Қарлығаш деп қойды. Қобыланды ерте есейді. Бала кезінен алғыр, батыл, қайсар болды. Оның жүрегінде туған жерге деген сүйіспеншілік, елді қорғау арманы жатты. Батырдың қолына қару тиді. Оның әрбір қимылында жауапкершілік пен ел алдындағы борыш сезілді. Батыр жауға қарсы аттанды. Ол үшін бұл жеке жорық емес, отан алдындағы парыз еді. Ел намысы сынға түскен сәтте Қобыланды тайсалмады. Тайбурылдың тұяғы жерді ұрған сайын Қобыландының рухы асқақтай түседі. Оның бойынан ерік, ерлік, жеңіске деген сенім сезіледі. Қобыландыны көрген жау жалтақтайды. Батыр елін жаудан аман алып қалды. Оның аты жырға айналып, ғасырлар бойы ұмытылмай келеді. Жауынгерлік, ерлік уақытпен өлшенбейді. Қобыланды батыр, ерлік пен намыстың мәңгілік символы.